Хикаялар мен балаларға 40 хадис. Қыстың ызғарлы бір күн еді. Иса мектепке бара жатып, жағдайы жоқ бір балаға ұшырасты. Байғұс баланың үстінде сырт киім де жоқ еді. Аяғының шылқып кеткені жыртық аяқ киімнен ақ білініп тұр. Мұны көрген Исаның өне бойы қалтырап кетті. Өз отбасының жағдайы да керемет емес, бірақ ешкімге мұқтаждық танытпастан өмір сүреді. Иса жарлы баланың соңынан түсті. Оның өз оқып жатқан мектепке кіргенін көргенде таң қалды. Оған дейін оны көріп көрмегендігін есіне түсіре алмады. Оған қалай жәрдем етсем деп ойлана бастады. Алайда ойына мардымды ештеңе келе қоймады. 2 жыл бойы киіп келген етігін шешіп берейін десе, орнына киер басқа аяқ киімі жоқ. Түскі үзілісте Иса жағдайы төмен әлгі баланы іздеп тауып, оған өзімен дос болғысы келетіндігін айтты. Екеуі сол жерде ақ шүйіркелесіп кетті. Сөйтсе, байғұс баланың әкесі бірнеше жыл бұрын дүниеден озған екен. Қазір анасымен және 2 кішкентай бауырымен бірге өмір сүріп жатыр екен. Бұл жерге де жаңадан көшіп келген көрінеді. Иса дорбасындағы тоқашын жаңа досымен бөлісті. Кешкісін Иса әкесіне: «Мұғаліміміз үй тапсырмасына мұқтаж жандарға қалай жәрдем ету керектігін зерттеп, жазып келуді берді» деді. Әкесі де оған біраз ұсыныс кеңестер беріп, мұқтаж жандарға қалай жәрдем ету керектігін айтты. Ертесі күні Иса мектептен шыға салып, мұқтаж жандарға жәрдем беретін қорға қарай бет алды. Ол жерде жүзі шырайлы бір адамға жолығып, өзінің жәрдемге мұқтаж досының жағдайын баяндап берді де, оған жәрдем етулерін сұрады. Әлгезгі жан Исаның бұл қылығын қатты ұнатып, досының қай жерде тұрып жатқандығын біліп беруін тапсырды да былай деді: «Сен сияқтыларды Алла және оның пайғамбар сүйеді. Себебі сен пайғамбарымыздың мына хадисіне сай әрекет еттің. Жақсылық жасауға себепкер болған, жақсылық жасағандай сауап алады».